Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Сен өз ойың мен сезіміңді көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізе алатын боласың. Сабағымызды көңілді ән шашудан бастайық. Қосылып бірге айтайық. Гүлдер, гүлдер, көк гүлдер, қызыл гүлдер, көк гүлдер, жайнар кезім келді деп, қанаттарым желбіреп, таңмен бірге оянып, күн нұрына боянып, көріп бердің далаға, тұра берші ырғалып, тұра берші нұрланып. Ая, мынау маған? Не үшін? Жай, әжейін, көңілін көтерілсін деп. Ала ғой. Ал. Қандай әдемі, иісі қандай әдемі. Маған ұнайды. Рахмет аға. Оқасы жоқ ая. Туған өлкем гүлдерімен көрікті. Өйткені өз пікіріңді білдір. Гүлдер туралы өлеңнің авторы Тұманбай Молдағалиев туралы мәлімет тыңдайық. Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты ақын Тұманбай Молдағалиев 1935 жылы 20 наурызда Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Жарсу сақлында дүниеге келген. Ол сыршыл, лиризмді дамытқан ақын. 1926 жылы қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітірген. Өмірінің соңына дейін Балдырған журналының бас редакторы болып жетістікте еңбек етті. Ақынның ең әуелі шығармашылық өмір жолын Лениншіл жас газетімен Пионер журналынан бастаған. Тұңғыш өлеңі Украина қызына 1954 жылы жарияланады. Алғашқы өлеңдер жинағы студент дәптері 1957 жылы жарық көрген. Сонымен қатар көршілес орыс және батыс классиктерінің, туысқан республикалар ақындарының өлеңдерін қазақ тіліне аударды. Лир ақынның өлең поэмалары 40-тан астам жинақ болып басылып шыққан. 2004 жылы 14 томдық шығармалар жинағы жарық көрді. 1992 жылы Физули атындағы халықаралық түркі дүниесі ақындар сыйлығының иегері болды. Жазушы туындыларының ең басты ерекшелігі өлеңдерінің тақырыбы сезім жайлы. Ақынның қош көктің махаббат оты сөнбейді, жүрегім менің сапарда, мен де 20 жас едім, жүрек ояу қашанда, жаңа дәптер, жүректен жазулар тағы басқа жыр жинақтары бар. 2007 жылы құстар айтып барады ән мәтіндерінің жинағы жарық көрді. Ақын 2011 жылы 76 жасында дүниеден өтті. Гүлдер, 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 көк гүлдер, қызыл гүлдер, көк гүлдер, жайнар кезім келді деп, қанаттарым желбіреп, таңмен бірге оянып, күн нұрына боянып, көріп бердің далаға. Гүлдер, гүлдер не түрлі, құлпырды да жетілі, барлық дала өртеніп, бара жатқан секілді. Өртегенім гүл екен, отқа ұқсап тұр екен, лүпіл қағып жүрегім, өзін алдым біреуім, сыйлайын деп анама. Гүлдер, гүлдер, шоқ гүлдер, қызыл гүлдер, көк гүлдер, тұра берші ырғалып, тұра берші нұрланып. Сол тұрғаны ұнайды, құлпырғаны ұнайды, ұқсас сәби балаға. Тапсырма. Берілген көркем сөздерді қолдана отырып, өлеңді қара сөзбен айтып бер. Көркем сөздер: қызыл гүлдер, көк гүлдер, ақ гүлдер, көп гүлдер, шоқ, отқа ұқсап, лүпіл. Мысалы, үлпілдеген жүрегіммен отқа ұқсаған қызыл гүлдер шоғын анама сыйлағым келеді. Енді балалар, жұмбақ шешейік. Қар астында қыстады, жасыл мен бөркін тыстады. Бұл не екен?
бәйшешек. Аппақ өңі тартымды, қасиетті гүл қашанғы, халық одан әртүрлі, дәрі дәрмек жасайды. Әрине, дұрыс айтасың, түймедақ. Бір нәрсенің айрықша сипатын анықтау үшін оны көркейтетін, айқындайтын бейнелі сөзді эпитет дейміз. Бейнелі сөздердің көмегімен гүлдерді сипаттап бер. Енді бүгінгі сабақтан түсінгенімізді, не білген едім, не білдім, не білгім келеді, кестені толтыр. Өз бетіңмен гүл туралы 5 жолды өлең құрастырып кел. Сау болыңыздар.